Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тәтті булочка рецептімен бөліскім келеді. Булочкалар өте жұмсақ әрі дәмі ерекше болып шығады. Бұл рецепті ең алғаш рет жасап көрдім және де ол өте сәтті шықты. Сіздермен бөліскелі отырмын. Ал ендеше сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментария жазып, сіздер де менің рецепттермен дайындап көреді деген үміттемін. Ал ендеше бастаймыз. Барлық бізге қажетті заттар описание бөлімінде жазылып тұр. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге таза ыдысымыз қажет болады. Оған жылы сүт құямыз. Міндетті түрде жылы сүт болуы қажет. Оның үстіне 150 грамдай қант саламыз. Егерде қатты тәтті болған қаласаңыздар, көп қоссаңыздар да болады. Қантымыз ерігенше араластырамыз, сондықтан сүтіміз кішкене ыстықтау болуы қажет. Араластырып болғаннан соң, ішіне кішкене жарты шай қасық тұз саламыз. Және де бөлме температурасында ерітілген 80 немесе 100 грамм сары май салатын боламыз. Және де қосымша 30 мл-дей сұйық май қосамыз. Ашытқымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мен апара жасаған жоқпын, себебі ашытқыма сенімдімін. Егерде сіздер ашытқыңызға сенімді болмасаңыздар, ең алдымен сүт және қант салып, ашытқыңызды салып, апара дайындап көріңіздер. Мінекей, ашытқымды салдым, араластырып, міндетті түрде елгезектен немесе ситадан өткізілген ұнымды саламын. Егерде ұнымыз елгезектен өткізілген болса, онда қамырымыз өте үлкен әрі жұмсақ болып көтерілетін болады. Қамырға ұнымызды аз-аздап саламыз. Қамырымыз қатты болмауы қажет. Мінекей, кішкене қамырымыз дайын болды. Оған 100 граммдай сары май жайымен салып, қамырғып илейтін боламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет, ерітілген болмайды. Мінекей, көріп тұрғаныздар, қамыр қолыма жабыспай жатыр. Кішкене май сала отырып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сіздер уайымдамаңыздар. Әр май салған сайын қамырымыз өте жұмсақ, қолға өте керемет жабыспайтын болады. Жұмсақ болғанша, қолымызға жабыспағанша илейміз. Өте көп илеудің қажеті жоқ. 5 немесе 4 минутта жетеді. Жұмсақ қамырымызды бетін жауып, жарты немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, қамырымыз көтерілгенше. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Қатты болмауы қажет. Сонда булочкаларымыз өте дәмді әрі жұмсақ тәтті болып шығады. Ал ендеше қамырымызды үлкен етіп, жұқа қалыңдықта жаятын боламыз. Сіздер начинка қоссаңыздар да болады. Егерде қоспайтын болсаңыздар, дөңгелек етіп, кәдімгі булочка қоспасыз дайындасаңыздар да болады. Мен қоспасына қатырылған жүзім қостым, және де сүзбе қостым. Сүзбенің дәмі менде тәтті болғандықтан, мен оған қант салмадым. Ең алдымен бірінші сүзбе салу қажет еді, ал мен бірінші жүзім салып қойыппын. Сіздер бірінші салып, оның үстіне жүзім салсаңыздар да болады. Барлығын біркелкі етіп жаямыз. Және де ұзынша етіп орайтын боламыз.
Видеода көрсетілгендей рулет ретінде орадым және де кішкене майда бөліктерге бөліп пешімізде, қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Міндетті түрде пешті алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіретін боламыз. Ал дайын болған булочкаларымызды дастарханымызға қойсақ болады. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздер де мен секілді отбасыларыңызды қуанта отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.